Лайк достар, видео басталмас бұрын арнамызға тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып, комментарий жазып, лайк басып, арнамызға қолдау білдіріп кетіңіз. Саламатсыз ба? Volkswagen да барлығы. Жалпы салон Volkswagen ғой да, автосалонда. Ақпарат беріп өте аласыздар ма? Бір видеоға түсіріп алып кетейік. Иә. Машина туралы толық ақпарат берсең. Ау? Уағалейкум ассалам. Ақылжан. Көлік туралы маған ақпарат беріп өтсеңіз. Осы тұрған механика, сол бастапқы бағасы осы. Бізде қазір наличие тұрғанда. Комплектация қалай? Комплектация самый базовый болды. Статус Базовый, деп да? аталады. Статус? Да. 11 миллион 900. Пола. Бұнда енді колесный дискімізде 10 болады, штатпен, колпакпен, сосын бұнда механикасы 5-ступенчатый болып келеді. Кондиционер, магнитола штатная. Отлично. Он руль емес бұта да, комплектация. Статус дедіңіз ба? Ішкі жағдай осындай дейсіз ғой. Қай жылғы мынау? 22 жылы. 22. Соңғы шыққаны ба? Да, соңғы шыққан. Қандай түрі? Сосын мынада тоже статус комплектации, но мында уже пакеттермен кіреді, мында енді мультируль қосқан, климат контроль, подогрев лобового стекла бар, титановый дискімен. Так, 13 миллион 650. Так, анау қанша болды? Ана 11 миллион беді? 11 миллион 900. 11 миллион 900, анау 13 миллион 650, да? Разница миллион 400. Из-за того, что мында уже титанка берет и автомат, и плюс анда мультируль қосылған. Комплектацияға, я? Да. Отдельный пакеттер болады, заводтарда қосатын. Сосын мында уже салоны басқаша болып келеді. Салон мына кішкене басқаша екен, да? Анда тканевый. Сіздерде неме? Заказбен алдыртамыз ба, әлде тапсырыс бергенде әлде? Нет, наличие любой время бола ма сіздерде? наличие тұр машиналар. Любой уақытта болады да, егер қарайтын болсақ та. Сіздерде не бар ма? Машина тапсырып бағанағыдай? Болады да, трейдинг бағдарламасы бар. Бана машина тапсырып орын алуға болады да? Да, болады. Полный размер запаска, контракт, баллонный ключ. Оған бана бөлек скидка деген сияқты бола ма? Бана кейбір салондарда бар. Бізде, например, машинаңды алып келсең выкуп дейтін бар, машина просто қабылдап алу, сосын обмен дейтін бар, сол бана трейдинг. Выкупқа қарағанда біз обменге кішкене жоғары баға береміз. То есть разница болады екеуінде. Сол жағына скидка болады. Оценка жасап, соны минусовать етесіздер, да? Бізде первичная оценка по ходу бесплатно болып келеді, сосын предварительный бағасы шығады до сервиса. Келесі жатсаңыз, екінші осмотр уже кіреміз, екінші осмотр платный болып келеді. 13 000 теңге. Сосын анда уже мотор, коробка, ходовая часть полностью қарап шығады, сосын окончательный баға шығады. Если ешқандай минус болмаса, то банаға бірінші айтқан баға қалады. Kia K8 К8 2022 28 миллион 2022 жылға 8 ступень. Бар соңғы шыққан үлгідегілер ғой, ә? Чистый торец, екі без объем, комплектация средняя болды. Сонда уже электросиденье бар. Кәдімгідей әдемі шыққан екен. Сенсорный, да? Сенсорный, да? Да, сенсор. Панорама жоқ та? Арты. Камера 360 бар. Скоростары андай дейсің. Еще өте жақсы жасалған екен. Комплектация не керек? Комплектация болды среднейден жоғары, мында уже. Зимний бана нер қосыла ма? Имеется в виду доқтан ба? Жоқ, ешқандай бұны жоқ машинада. Запаска жоқ та мұнда, да? Запаска болмайды на корейцтерді. Запаска болмайды. Летний полики береді, сол болды. Анау там кратный ғой, да? Документтер, да? Құжаттар. Документтер болмай ма даже, да? Домкраттарда болмай ма, да?
Тым болмайды корейцтерде. Неше бірақ орны бар екен да. орны бар, бірақ Орны бар, бірақ қарастырылмаған дейсіз ғой. Жақсы екен негізі бұда. Бірақ бағасы кішкене. Сіздерде қандай банктермен қарастырылған? Қандай банкпен қарастырылған сіздерде? Бізде Центр кредит бар, Евразийский банк и Toyota Finance бар. Сосын программа отсрочка дейтін бар. 30-да 70%, то есть 30% төлеп, қалған 70%-ын уже 12-ші айда төлеп қою керек болады. Сосын стандартный кредитование. 12-ші айда, бір жыл төлемейміз де? Просто преимущество береді, то, что ай сайын төлемейтіндей қылып. Жинап бір төлейсіз. 12 айда бана 12 айдың қосындысын төлейміз де уже да? Бірақ анда өзінің переплатасы болады. Бір 20% бекен сондай болады переплатасы. Бірақ ай сайында төлей беруге де болады да? Отсрочка алсаң да да? Отсрочно жол. Өзің үшін. А стандартный кредитованияда 10%-тен басталады первоначальный взнос, сосын 7 жылға дейін. 7 жылға дейін? Жақсы кәнегіз. Айырбактар мен жанында бар. Falan бағасына. Екеуі біріне ғой да? Мынау? Капет. Так, 23 миллион 500. Пробегпен? Пробег 5 миллион. Пробег 5 миллион, жүрілген да? Полная комплектация, да. Без панели. Қолдан алған ба бірақ бұл сонда? Нет, тоже Кореядан ақпайды. Бірде 6 турбо алған. Ағыранда басқаша алған кішкене. Барлығы бір удержание в полосе, антизанос, Полный, электросиденье, поддув. Обдув сиденье соның барлығы бар. Соны климат-контроль, подогрев задних сидений бар. Барлығы жағдай қарастырылған дейсіз ғой бұда. Бұда да сондай ма? Запаска не? То же самое. Жетеміп тұр ма? Жақсы. Капет. Арты дейтін. 508-і. Қылтен тұр екен? Ау? Қылтен тұр ма? Жақсы. Жақсы. Ашайын ба қарайсыз? Жақсы. Мынау ғой да бағасы. Сосын 23 жарымдікі ол қара цвет, ол без пробега. 23 миллион. Қара цвет ма? Сырты қара, іші... Ол қанша сонда? 23 жарым. Пробегпен 23. Мынау 23 да? Да. Разница 500 мың екен ғой да? Разница 500 мың, а комплектация бәрі бар. Цветінде қара цвет и бежевый салон. Сосын пробега там 30 километрден скажу. Новый салон. Хорошо, центр. Әдемі екен негізі. Жақсы, рахмет болады. Жақсы ақпарат берін. Біраз ақпарат алдық. Достар, видео ұнаған болса арнамызға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер. Алдағы уақытта жақсы пайдалы ақпараттарды көрсететін боламыз.